площадьта кездестіру да. Арман сол да. Мына жерде полиция щит ұстап алған, бетіне каска киіп алған, бүйтіп тұр да, немесе бір ақсақалды көтеріп әкетіп баратыр. Ойбай, мына полиция оңбаған, шеше сыйламаған, әке сыйламаған, қария сыйламаған, оңбаған деп айтқысы келіп тұр да, біреулерге заказ беріп жатыр да. Бұл арандатуға өмір сенбеу керек. Қазақтың қариясы мен анасы, егер оның баласы жанашыр болса, оның әкесі жанашыр болса, шығарма шешеңді алаңға. Қазақстанда ешкім аштан өлмейді. Қазақстанда аузы қимылдағанның қолы қимылдайды, қолы қимылдағанның аузы қимылдайды. Площадьқа келді ма, 50% адамды жерді бағып шығарып отыр біреулер. Ал сіз приказбен келдіңіз ба, мемлекет үшін шаруаңыз жасаңыз. Мен сізге айтайын, алаңға шыққан қарияны көтеріп кетпек түгілі, алаңға шыққан апаны алдап сулап шығарып салмақ түгілі, бауырлар. Ана қасиетті Меккеде Қағбатолланың қасында, мен 15 рет қажыға барған адам ретінде айтайын сіздерге. Қағбаның қасында коридорлар жасап қойған былай, адамдар жүру үшін. Миллион адам бір мешіттің ішінде жүр. Сол Қағбаға баратын жолда сіз намаз оқып тұруыңыз мүмкін. Бірінші айтады, кет дейді. Тұр былай, жолды босат дейді. Сіз өзіңіз сөйлейсіз, мен Қағбаның қасында тұрмын, Зәмзәмнің қасында тұрмын, намаз оқып тұрмын. Екінші рет кеп сені итереді. Үшінші рет келіп, жамбасыңнан тепкен кезде құйымшағын сындырып жібереді айтады. Бүкіл әлемнің ғұламалары пәтуа берген. Қоғам тыныштығы сақталу керек. Сен намаз оқысаң өзің үшін, құлшылық жасасаң өзің үшін, бірақ мына жақта миллион адамның жолын жаппауың керек. Бір адамның проблемасы үшін мына жақта 100 адам шығын шекпеу керек. Мен сол кезде барып ойландым. 10 адамды көшеге шығарып, ойбай, оқ деп жылатады. Сен жаның ашып, ойбай, мына өзім шешем сияқты шеше екен, өзімнің атам сияқты атам екен десең, онда сен шынында да мына жақтағы мыңдаған аталар менен мыңдаған шешелердің тыныштығын бұзатын жағдайға есік ашып атсың деген сөз. Жаны ашитын жері болады. Пожалуйста, үйіңе бар да шешеңнің аяғын жу. Бар да әкеңнің сақалын сипап отыр. А бірақ көшеде қоғамның тыныштығы үшін, мемлекеттің тұрақтылығы үшін, ел мен елдің қаны шықпау үшін ана жерде приказ орындалу керек.